Кітап, ғылым, тілсіз мұғалім демекші оқырман отбасына қош келдіңіздер. Бүгінгі байқауға қатысатын 9-шы А сынып оқушысы Байбатша Кәусар. Кәусардың анасы Байбатша Маржан Манешқызы. 11-ші А сынып оқушысы Байбатшанов Мирас. Адамның досы кітап, өмір кілті, тең келмес оған жан дүние мүлкі. Ақылшы, жанға серік жолаушы, бастаушы, асыл ой қазмасы, өмір көркі. Кітап та алма ағашы, жемісін біздер теретін, тәтті алмаға балашы, кітабының әрбетін. Кітап білімімізді молайтады, кітаптан көп үлгі өнеге мен білім аламыз. Кітапхана, кітаптар қоры. Осы жерден біз өзімізге керектінің барлығын аламыз. Күнделікті оқып жүрген пәндерімізге керекті кітаптар, қиялға жай ертегілері, мақал-мәтелдер, ақындарымыздың әңгімелері мен шығармалары. Осы кітапхананың рухани байлығы. Дана халқымыз білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деп бекер айтпаған.